Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осы гүлдерімізге арналған өте ерекше тыңайтқыш жасайтын боламыз. Бұл тыңайтқыштардың ерекшелігі тек доллар гүліне ғана емес, басқа да гүлдерге пайдасы өте жақсы. Осы видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп кетсеңіздер керемет болар еді. Бұл тыңайтқыш гүлдеріміздің жақсы өсуіне, жапырақтары қараймауына, сарғаймауына және осындай жақсы отросткілер шығаруына көмектесетін болады. Ендеше сіздермен бірге бірінші тыңайтқышты жасап бастайтын боламын. Бізге керегі 1 литр су, үй жағдайында тұндырылған су болу керек. Суымыз жылы болу керек. Тыңайтқышымызды жылдың 4 мезгілінде де қолдануға болады. Осы 1 литр суымызға барлықтарыңыздың балдарыңыз жеп отырған, өздеріңіз жеп отырған йогурт. Йогурттың 1 қасығын араластыратын боламын. Осы йогурттың құрамында гүлдерімізге қажетті В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12 және кальций, фосфор, магний, натрий, калий қосымшама дәрумендердің бәрі бар десем де болады. Осы тыңайтқышымызды әрі қарай нығайту үшін осы аспаркамның 1 таблеткасын ұнтақтап салатын боламыз. Осы аспаркамда салмай-ақ йогурттың 1 қасығын 1 литр суға араластырып гүлдеріңізге құя берсеңіздер болады. Осы салып жатқан аспаркам таблеткасының құрамында калий менен магний бар. Осы тыңайтқышымызды гүлдерімізге айына 1 рет құйып отырсаңыздар болады. Гүлдеріңізге құя отырып, гүлдеріңіз жап-жасыл болып өсе келеді. Өспей тұрған, гүлдемей тұрған гүлдерімізге құйсақ гүлдеріміз жапырақтарын жай күйін біртіндеп жақсартатын болады. Әсіресе осы жасап жатқан тыңайтқышымызды әйел бақыт гүліне құйып отырсақ, әйел бақыт гүлі тез гүлдейтін болады. Тыңайтқышымызды құйған кезде кешкі мезгілде құйған дұрыс. Гүлдерімізге тыңайтқышты уақытылы беріп отырсақ, гүлдеріміз өте керемет, әдемі болып, отросткілер, гүл ашатын болады. Ал енді келесісі екінші тыңайтқышымен бөлісе кетейін. Бізге керегі нашатырный спирт. Осы спирттің құрамында өздеріңіз білесіздер, гүлдерге келіп жатқан мошкаларды құртатын болады. Гүлдеріңізге мошкалар тыныштық бермесе, осы техниканы сақтап алыңыздар. Бізге керегі ең алдымен нашатырный спирт. Үй жағдайында тұндырылған жылы су 1 литр. Суымызға 1 ас қасық нашатырный спиртімізді құйып жақсылап араластырамыз. Осындай ыдысқа құйып алып, және қыздар мұқият болыңыздар, гүлге жапыраққа сеппейміз, тамырына ғана себеміз. Сол кезде мошкалары да кетеді, даже ячейкасы да қалмайтын болады. Сізге менің ақпаратым пайдалы болса, каналыма тіркеліп кетсеңіздер керемет болар еді. Ендігі кезекте үй жағдайында үйдегі бар заттардан пайдаланатын өте керемет тыңайтқыштармен бөлісетін боламын. Пайдаңызға жарасын. Назарларыңызға рахмет.